тілсіз жау айтып келмейді. Үйде өрттің шығуы өте үлкен шығындарға, тіпті адам өміріне қауіпті. Өрттің шығуы жолдары әртүрлі: газ немесе пеш, тіпті темекі қалдықтары, тағы да басқа жағдайлар болуы мүмкін. Ең көп кездесетін жағдай электрлік сымдар. Бәлкім сіздің үйіңіздің сымдары қауіпсіз көрінгенмен, бірақ іс жүзінде кез келген сәтте жануы мүмкін. Бұны алдын алу мақсатында бейнені аяғына дейін көріңіздер. Сақтанғанды сақтайды демекші, бейнемізді тек ескерту мақсатында деп түсініңіздер. Арнаға лайк және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Пәтерлер мен үйлердегі өрттердің жиі туындайтын себептердің бірі электрлік сымдардан болып табылады. Өз кезегінде сымдардың тұтануы бірнеше себептерге байланысты болуы мүмкін. Оның ішінде электриктердің немесе пәтер иелерінің айқын қателіктері. Біз сіздерге сымдардағы өрттердің жиі кездесетін себептерін және де түрлерін айтатын боламыз. Бірінші, ескі сымдар мен ажыратқыштар. Кеңес одағының кезінде салынған көп қабатты үйлер мен жер үйлердің көпшілігінде электр сымдар мен ажыратқыштар ғимарат салынғаннан бері өзгертілген жоқ. Жылдар бойы сымдардың оқшаулауы өзінің эксплуатациялық қасиеттеріне жоғалтады және де ыдырай бастайды. Сол заманда тоңазытқыш және де теледидар ғана болатын. Ал қазір тұтынатын электр қуатына байланысты тұрмыстық заттар көп. Электрик сымдар сол заман талабына байланысты жүргізілді. Қазір басқа көрсеткішті қуатты көзді тұтынатын техникалар. Электрлік қорапты ашып қарап жатқан ешкім жоқ. Ажыратқыштары ескірген немесе қызған болуы мүмкін. Бұған да мән беру қажет. Екінші, тоқ көзінің байланысты құралдарды дұрыс пайдаланбау. Өтік, ескі жылытқыш құралдар немесе тоңазытқыштың артындағы пайда болған сілбілер тағы басқа жағдайлардан сақтану қажет. Жанғыш құралдарды бала қол жетпейтін жерде сақтаған жөн. Үшінші, әлсіз байланыс контактілері. Тарату қораптардағы, розеткалардағы немесе ажыратқыштардағы жеткіліксіз әлсіз байланыс қосылымдар олардың қызып кетуіне және де сәйкесінше өртке әкелуі мүмкін. Егер контактілер әлсіреген болса, онда қарсылық түйіспеде артады. Осыған байланысты сымдар қызы бастайды, ал оқшаулау ериді. Электр розетка немесе ажыратқышты сымдарды әлсіз бекітсе, уақыт өте келе балқуға айналады. Ал төртінші жағдай мыс және де алюмин. Мыстың алюминге дұрыс қосылмауы. Өздеріңіз білетіндей, мыстың алюминмен үйлеспеуі плаваликалық жұпты жасайды. Онда ылғал және де электр тоғының әсерінен электролиз процесі жүреді және нәтижесінде контакт бұзылады. Уақыт өте келе контакт қызып, сым жанып кетуі мүмкін. Бұл мыс және алюминді сымдарды қарапайым бұралу арқылы тікелей жалғанған жағдайда орын алуы мүмкін. Өкінішке орай іс жүзінде біз мұндай қосылыстармен бірнеше рет кездестік. Бесінші, ақшаны үнемдеу. Жаңа үй салған кезде көп қаражат кетеді, үнемдеу керек. Болған жағдайда электрик сымдарға және де электрик жалданмай жатады. Кәсіби электрик жалдаудың орнына таныс немесе әйтеуір бір хабары барды таңдап жатады. Әрине, бұл қате. Ертеңгі күні екі жұмыс болуы мүмкін және қателіктердің салдарынан өрттің шығуын әкеп соғуы мүмкін. Алтыншы жағдай, электрик сымдар менен ажыратқыштарды дұрыс таңдамаудан. Кабель желісі таңдағанда жарықтандыруға, розеткаға бөлігіне, электрлік плитаға қандай қалыңдықты талап ететін дұрыс бөлуі қажет. Розетка бөлігіне 3/2,5 қалыңдықта, жарықтандыру бөлігіне 3/1,5 қалыңдықта, электрик плитаға 3/4 қалыңдықта болуы тиіс. Кабель қалыңдығына байланысты ажыратқыштарды дұрыс таңдалу қажет. Түйіндей келгенде, өзіңіз білмесеңіз кәсіби мамандарға жүгінгенді ұсынамын. Өз үйіңізге және өміріңізге сақтықта қарағаныңыз жөн. Күнделікті тұрмыста керекті электр қуаты біз ойлағаннан
сондықтан да сақтық шараларын сақтаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.